құрметті достар, біз бүгін барлығын алмайтын қатпарлы самсаға сайтын боламыз. Оған керек заттар ең алдымен картофан керек және дәмдірек болу үшін біздің самсалығымыз жуаны құрталған дұрыс болады. Және картоп немесе өз қалауыңыз бойынша асқалап пайдалансаңыздар болады. Қазір менің картофан алдым, оған осылай жуаны майдалап құрайтын боламыз. Жуаны неғұрлым көп салсаңыздар, соғұрлым дәмдірек болмақ. Dostlar, біздің самсамыздың қамырын қазір дайын, алдын ала мен осылай дайындап қоямын. Сондықтан мен қазір тек қылып шетінен жасай беретін боламын. Түсіндіре кетейін, біздің самсамыздың қамырын дайындау үшін, терісін дайындау үшін ең алдымен қамырды үйреп, микрохвалта қамыр үйреп, үлкен алып жайып, ішіне сары майменен, сливочный майменен қойдың ішіне ертіп, екі араластырып алсаңыз, ол өте күшті қатпарлы әрине қамыр шығады. Соны осылай орап, қаларымен кейін морозильникке қатып қойсаңыздар өте жақсы болады. Әрі келген уақытта алып пайдалана берсеңіз болады. Қазір мен енді отбасымыз болғандықтан мен қазір мұны кішкене кремге дайындайтын боламын. Содан кейін достар, осылайша самсаларымыздың бетіне жұмыртқа жағып аламыз. Осылайша күнде қолдануыңызға болады. Міне достар, біздің самсалықтан болды. Енді қазір мағасын беретін боламын. Қалай екен енді? Қалай екенсіз?